Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 3-тоқсандағы 5-ші тақырып менің Сайгүлімге де келіп жеттік. Осыдан кейінгі видеоларды жіберіп алмау үшін каналға жазылып, видеоға лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Әдеттегідей, бірінші тапсырмада бізге мәтін берілген. Мәтіннің қысқаша мазмұнын айтатын болсақ, ол былай. Осы сендерге бейнелеу өнері деген сабақ ұнай ма дейді. Ол осы мәтінді жазып отырған авторға бейнелеу өнері пәні ұнамайды екен. Себебі қазір фотоаппарат дегенде екінің бірі ұстап жүр дейді. Одан қалса, ұялы телефонда фотокамера да бар, сол арқылы шырт еткізіп сурет салуға болады ғой дейді. Ал сурет салу ол қағазды былғау, босқа ысырап ету, бояуды деген сияқты, және алтын уақытты да жоғалту деген сияқты өзінің пікірін келтірді. Бір күні оның мұғалімі менің қиялымдағы Сайгүлік деген тақырыпта сурет салуды тапсырып, алдымен ағай шіркін ер қанаты ат қой деп тамсанып алды. Кейін сыныптың ішін бір қарап шықты да, биыл жылқы жылы балалар. Алпамыстың Байшыбарындай, Қобыландының Тайбұрылындай, Кендебайдың Керғыласындай қаз тұлпарды ертеп мініп, желмен жарыса шабуды армандамайтын бала бар ма? Сол арманды қағаздың бетіне түсіріңдер деп тапсырма берді. Мен қанша ойлансам да, сол тұлпарды көзімнің алдыма елестете алмадым. Бірақ Роллс-Ройс, Феррари, Бентлилер сияқты қазіргі заманның тұлпарлары көз алдымнан шықпай қойды. Соны қағаз бетіне түсіргенімді өзімде байқамай қалып. Бір уақытта, ей, мынау не деген дауыс селк еткізді. Дауыс шыққан жаққа қарай жалп бұрылсам, ағайым қасыма келіп алыпты. Сосын мен ақтала бастадым. Ағай, не ғой? Мынау қиялымдағы Сайгүлік дедім міңгірлеп. Барлық сыныптың назары маған ауды. Бір-бірімен күбір-күбір, шиқ-шиқ күліп, айнала шулап кетті. Сол кезде бір бала, ағай, бұл абстракция, ол өмірді өзгеше көреді деп қалды дейді. Барлық бала ол сыныптасының сөзіне ду күледі. Ал бұл болса, я ағай, сол әлгі не ғой? Жылқыны осылай елестетіп деп сасқан үйректің керін келтірдім дейді. Ағай сәл ойланып тұрды да, ой, жарайсың. Не деген қиял? Нағыз суретші осындай болу керек. Әкелгендегімді 5 қоям деп айтты. Сонда қатты қуанып, күнделігімді ағайдың қолына ұстап тастадым дейді. Сөйтсе 5 қояды деп тұрған ағайым 2-ні қонжита салды. Мен шошып кеттім. Ағай, сіз жаңа маған 5 қоям деп айтып едіңіз ғой деп едім. Қалай, көрмей тұрсың ба? Мен 5 қойдым ғой. Бұл абстракция деп қалжыңдады дейді. Бірінші тапсырмада сен қалай ойлайсың, бірге талқылайық деген тапсырма беріліпті. Суретші болу үшін не қажет? Менің ойымша, бірінші сурет өнерінің қыр-сырын үйрену қажет. Екіншіден, тынбай еңбектену керек. Себебі суретті салу оңай емес. Үшіншіден, үйірмелерге қатысу немесе онлайн сабақтар көру. Бұл менің ғана пікірім. Сіздер өздеріңіз ойланып жазсаңыздар болады. Екінші тапсырмада астында бірнеше сұрақ берілген. Бейнелеу өнері сабағы мәтін кейіпкеріне неге ұнамайды? Себебі сурет салуды, бояуды, қағазды, уақытты ысырап ету деп есептейді. Екінші, сурет салу алтын уақытты жоғалту деген пікірмен келісесіңдер ме? Мен келіспеймін, себебі сурет салу арқылы адам қиялға ерік береді, рахаттанады. Үшінші, оқушы бала неге қанша қиялдаса да Сайгүлік атты көз алдына елестете алмады? Себебі оның ойына тек темір тұлпарлар орала берді. Төртінші, оқушы неге тұлпардың орнына темір тұлпар салды деп ойлайсыңдар? Ол заманға байланысты деп есептеймін. Себебі қазір ат мініп жүрген адамдарды көрмейміз. Есесіне қайда қарасақ та темір тұлпарларды көреміз. Бесінші, сурет салудың қандай пайдасы бар? Сурет салу қиялды, ойлауды, қолдың моторикасын дамытады. Алтыншы, қазақ халқы не себепті жылқы малын ерекше қадірлеген? Жылқы мінсе көлік, ішсе сусын, жесе ет бола алатын жануар болғандықтан халқымыз оны ерекше қадірлеген. Жетінші, мәтінде қандай батырлардың аты аталады? Қобыланды, Алпамыс, Кендебай батырлардың аты аталады. Бұл жерде де мен өз ойымша бердім. Сіздер өз қалауларыңызша өзгертіп алсаңыздар болады. Екінші тапсырманың әсінде қарамен берілген сөздерді сөйлем мағынасы өзгермейтіндей басқа сөздермен ауыстырып жазыңдар. Мысалы, қазір фотоаппарат дегенді 2-нің бірі ұстап жүр. 2-нің бірі дегенді елдің бәрі деген сөзбен ауыстырған. Екіншісінде мұғалім көзілдірігінің үстінен сөзе қарап,
сынып үшін бір шолып шықты. Шолып шықты дегенді қарап шықты деген сөзбен ауыстыруға болады. Елдің назары маған ауды, көптің көзқарасы маған ауды деп алуға болады. Ағайдың 5 орнына сүп сүйкімсіз екілікті күнделікке қонжита салғаны дегенді қоя салғаны деген сөзбен ауыстыра аламыз. Екінші тапсырманың бысы. Мәтіннен күрделі сөздерді табыңдар. Бейнелеу өнері тіркескен сөз, фотоаппарат біріккен сөз, сурет салу тіркескен сөз, ысырап ету тіркескен сөз, байшыбар біріккен сөз, тайбурыл біріккен сөз, керғұла біріккен сөз, Rolls-Royce қос сөз, темір тұлпар тіркескен сөз, күбір-сыбыр қос сөз, шиқ-шиқ қос сөз. Бұдан басқа да күрделі сөздерді өздеріңіз тауып қоссаңыздар болады. Енді бүгінгі біздің грамматикалық тақырып қысқарған сөздер. Қысқарған сөздер ол күрделі сөздердің бір түрі. Қысқарған сөздер деп күрделі атаулардың белгілі бір тәсілдермен қысқартылып айтылуын айтамыз. Мысалы, Қазақстан Республикасы дегенді осы екі сөздің бірінші әрпін ғана алып, қыры деп жазып жүреміз, е? Метр дегенді м деп қана, килограммды кг деп жазамыз. Сөздерді бұлайша қысқарту қысқарған сөздер деп аталады. Енді қысқарған сөздердің мынандай ерекшеліктері бар. Ең бірінші, күрделі атау құрамындағы сөздер бас әріптерден құралады. Оларға қосымша дефис арқылы жалғанады. Яғни қысқарған сөздерді сөйлемнің ішінде жазған кезде, егер оларға жалғау жалғанатын болса, сол қысқарған сөздерден кейін дефис қою керек, міндетті түрде. Мысалы, Қырыда әдемі қалалар көп. Қазақстан Республикасында әдемі қалалар көп дегенді білдіреді. Қырыдан кейін дефис қойып, содан кейін ғана жалғауды жалғап жазамыз. Енді қысқарған сөздердің кейбірі бірінші сөздің бас буыны мен кейінгі сөздердің бас әріптерінен құралуы мүмкін. Мысалы, қазу. Бұл жердегі қаз деген, қазақ деген сөздің бірінші буыны, ОУ деген, ұлттық университет деген екі сөздің бірінші әріптерінен жасалып. Әртүрлі өлшем атаулары, мысалы метр, сантиметр, килограмм деген сияқты салмақ атауларында біз қысқартып м, см, кг деп жазып жатамыз. Ол да қысқарған сөздерге жатады. Оларды кіші әріппен жазамыз. Үшінші тапсырмада осы қысқарған сөздерге байланысты тапсырма берілген, сөздерді қысқартып жазу керек. Дүниежүзілік сауда ұйымы деген толық атауы болса, қысқарған атауы ДСО болады. Бұқаралық ақпарат құралдары БАQ, Тәуелсіз мемлекеттер достастығы ТМД, Ұлттық бірыңғай тестілеу ОБТ, Біріккен ұлттар ұйымы БОО, километр км, миллиметр мм деп қысқартылады. Келесі төртінші тапсырмада қысқарған сөздерге қажетті қосымшаны жалғап, екі бағандағы сөздерді тіркестіріңдер. Жаңа алдында біз грамматикалық тақырыпқа тоқталған кезде айттық, қысқарған сөздерден кейін, егер жалғау жалғайтын болсақ, онда біз олардың ортасына дефис қоямыз дедік. Мынау сол ережеге сәйкес беріліп отырған тапсырма. Екі бағанды бір-бірімен тіркестіру керек. 5 сантиметрге қысқа. Сантиметр дегеннен кейін сымыдан кейін дефис қоямыз. 1200 километрге ұшу, ОБТ-дан жоғары ұпай жинау, қазуда оқу. Осындай сөз тіркестерін шығаруға болады. Бесінші тапсырма тыңдалымға берілген. Бұл жерде Мунсик деген бір бала туралы айтылады. Мунсик пен оның анасы өте кедей өмір сүреді. Мунсиктің анасы баласын асырау үшін таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейді, бірақ оның бар тапқаны тамағына жетпей жүреді. Мунсик ойлайды, егер де мені асырамайтын болса, оның тапқаны өзінің тамағына жетер еді-ау деп анасына көмектескісі келеді. Сөйтіп, өзін құлдыққа сатайын деп шешеді. Бір күні кішкене ғана дәнді қалтасына салып алып, шүберекке түйіп салып алады да жолға шығады. Жолда келе жатады. Бір кезде алдынан бір бұғыны көреді. Бұғы алдыңғы аяғын көтеріп, бұған белгі бергендей болады. Сөйтіп Мунсик қараса, ол бұғының аяғына бір ағаштың бұтасының бір сынығы кіріп кетіпті. Мунсик тізерлеп отыра қалып, ол бұтаны тісімен тартып суырып алады. Бұғы қуанып кетеді, секіріп жүре жөнеледі. Мунсик те оның артынан қуып жүгіреді.
арасында бұғы, бұл қалып қойған жоқ екен деп, артына қарайлап қояды дейді. Бір жерге келген кезде бұғы көз алдынан ғайып болады. Сол кезде бұталардың арасына кіріп кетеді. Сол бұғы кетіп қалған жерге барып қараса, от сияқты гүлдер жанып тұр екен. Ол женьшень гүлі болатын. Мунсик сол гүлді тамырын қазып алып үйіне алып келеді. Гүлдің тамырын қазып алып үйіне алып келеді де, одан тұнба қайнатып өзінің анасына береді. Сонда ауырып жатқан анасы жақсарып қалады. Бір күні ұйықтап жатса, таңертең есігін біреу қаққандай болады да, Мунсик барып есікті ашады. Сөйтіп қараса, есіктің арғы жағында ол өзі бұрын көмектескен бұғы тұр екен. Ол сол уақытта оның қасына анасы да келген еді. Ол анасына, "Міне осы бұғы ғой" деп айтады да, өзі барып бұғаны құшақтап алады. Ол бұғының өзіне көмектескенін білетін анасы, содан ол да барып сол бұғыны құшақтайды. Бір кезде бұғы орында тұрып, бірнеше рет секіретте кетіп қалады. Ол кетіп қалған кезде қараса, үйдегі үстелдің үстінде 5 бұршақ жатады. Мунсик ол бұршақтарды қызығып, барып қарап, қолмен ұстап көреді. Сол сәтте сол 5 бұршақ 5 алтынға айналып. Ол бұғы жыл сайын бір рет келіп, 5 бұршақ тастап кетіп жүреді. Сол күннен бастап Мунсик пен оның шешесі енді ешқандай қиыншылық көрмей өмір сүреді. Енді осы сөйлемдерді мәтін мазмұнына сәйкестендіріп аяқтау керек. Бірінші, Мунсиктің анасы таңертеңнен кешке дейін жұмыс істейді, бірақ тапқаны тамағына жетпейді. Мунсик анасына көмектесуді ұйғарады, сөйтіп өзінің құлдыққа сатуды ұйғарады. Жолда келе жатқанда Мунсик жап-жас бұғыны кездестіреді, ол жүре алмай тұр екен. От сияқты жанып тұрған гүл женьшень, Мунсик тамырын қазып алып үйіне келеді. Бұғы кеткен соң, үстелдің үстінде 5 бұршақ жатады. Мунсиктің бұршақтарға қолын тигізуі сол екен, сол сәтте алтынға айналып кетеді. Мунсик пен шешесі енді қиыншылық көрмейді. Оларға бұғы жыл сайын келіп, бұршақ тастап кетіп жүреді. 5-ші тапсырманың әсінде қарамен жазылған сөздерге мәнде сөздерді тауып жазыңдар. Жүдеп деген сөз арықтап, азып деген мағынаны білдіреді. Ит тұмсығы өтпейтін, қалың деген мағынада қолданылады. Көзден ғайып болады, жоғалып кетеді. Шипа, емдік, шипа өсімдік деген, емдік өсімдік деген мағынада. Шешесі деген сөздің орнына анасы деген мәнде сөзді пайдалануға болады. 6-шы тапсырмада сұрақтарға жауап беріңдер дейді. Осы сөз жасам тарауына байланысты, осы кезге дейін өткен грамматикалық тақырыптарға байланысты сұрақтар. Бірінші, сөз жасам дегеніміз не? Жаңа сөздердің жасалуын сөз жасам дейміз. Жаңа сөздер қалай жасалады? Жаңа сөздер жұрнақтар арқылы, екі сөзді біріктіру, тіркестіру, қосарлау арқылы жасалады. Түбір мен қосымша деген не? Түбір сөздің одан әрі бөлінбейтін бөлшегі. Ал қосымша сөз бен сөзді байланыстыру немесе жаңа сөз жасау үшін пайдаланылатын сөз құрамының бір бөлігі. Туынды сөздер қалай жасалады? Туынды сөздер сөзге жұрнақ жалғау арқылы жасалады. Күрделі сөздердің неше түрі бар? Күрделі сөздердің 4 түрі бар. Біріккен сөздер, қос сөздер, қысқарған сөздер, тіркескен сөздер. Тіркесті сөздер қалай жасалады? Тіркесті сөздер екі сөздің тіркесіп келіп, бір ғана ұғымды білдіруі, бір ғана сұраққа жауап беру арқылы жасалады. Мына жерде білдіру дегенде у 2 рет жазылды. Осымен сабақ аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Сау болыңдар балалар.